Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте дәмді күріштері шашырап пісетін палаудың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен етті жақсылап жуып, бөліктерге бөліп, турап алатын боламыз. Етті молынан қосатын болсаңыздар, палауларыңыз өте дәмі ерекше болып шығады. Мен сиырдың етін пайдаландым. Қалауларыңыз бойынша жылқының немесе қойдың етін пайдалансаңыздар болады. Жылқының кішкене бөлігін қостым, майлы жерін палауға дәм беру үшін өте ерекше дәм береді, сондықтан да қосып жібердім. Ендігі кезекте қазанға сұйық майымызды құйып, майымыз қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан соң ең алдымен етімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Асты жабысып қалмас үшін бірден араластырып аламыз. Еттеріңіз тұздалмаған болса, бірден тұзымызды салып, араластырып аламыз. Сонда етімізге тұз сіңіп, палауымыз дәмді болып шығатын болады. Газ плитаны жай отқа қойып, қазанның қақпағын жауып, демдеп қоямыз. Ендігі кезекте 2 үлкен пиязымызды турап аламыз. Пиязыңыз молынан болса, палауыңыз өте дәмді болып шығады. Және еттің жұмсақ болып пісуіне септігін тигізеді. Пияздың суы шығып, етіңіз бір температурада піседі. Пиязды турап алдық, еттің үстінен салып, жақсылап араластырып аламыз. Қазанның қақпағын жауып, бұқтырып қоямыз жай отта. Етіміз жұмсақ болып пісетін болады. Ендігі кезекте күрішті жібітіп қоямыз. Күріш палауға арналған лазер күріші деп аталады. 3 шай қасық толтырып тұз саламыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, жібітіп қоямыз. Сонда күріштің крахмалдары кетеді. Жақсылап араластырып 30 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте сәбіздерімізді ашып, жуып, тазалап, турап алатын боламыз. Үлкен емес, не кішкене емес, орташа бөлікке бөліп турап аламыз. Қалауларыңыз бойынша сары сәбіз қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Сәбізімізді турап алдық. Етіміз жай отта бұқтырылып жатыр. Еттің үстінен сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сәбізді қызартып, қуырып аламыз. Көп қуырмаймыз, езіліп кетуі мүмкін. Қуырып алғаннан соң үстінен су құйып, жақсылап араластырып, бір қайнатып аламыз. Қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш қосасыздар. Мен дәміне қара бұршақ қостым, бір бас сарымсақ салдым. Содан соң тұзды суға жібітіліп, тазалап жуып алған күрішімізді саламыз. Содан соң жақсылап тегістеп шығамыз. Күрішті жауып тұратындай қылып су құямыз. Күрішті және тегістеп шығамыз. Күрішті салғаннан соң және бір тегіс қылып тұз сеуіп шығамыз. Қолымыздың көмегімен. Қазанның қақпағын жауып, демдеп қоямыз суы тартылғанша. Қараңыздаршы, уже суы тартылған. Енді жақсылап араластырып жібереміз. Төменгі жағын күріштерді бір-біріне араластырамыз. Араластырып алғаннан соң күріштерімізді тегістеп шығамыз. Содан соң ортасын осылай бейнедегідей тесіп шығамыз. Сонда барлық күріштеріміз бір келкі әдемі шашырап пісетін болады. Ауа кіргеннен соң. Содан соң пакет немесе бетіне тарелка және пергамент қағазын орап, жай отта демдеп қоямыз. 30 минут көлемінде демдейміз. Сол аралықта қазанның қақпағын ашпаймыз. 30 минут өткеннен соң палауымыз дайын. Пакеттерімізді ақырын алып тастаймыз. Қараңыздаршы, қандай өте керемет шашырап піскен палауымыз дайын болды. Жақсылап бір келкі қылып араластырып аламыз. Еттерін сүзіп аламыз ең әуелі. Етті сүзіп алдық, палауды тарелкаға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Өте дәмді болып шыққан. Сіздердің палауларыңыз ойдағыдай болмай жатса, менің рецептім бойынша жасаңыздар. Қараңыздаршы, етіміз жұп-жұмсақ болып шыққан, ауызға салса ерейтіндей болып, майда бөліктерге бөліп, етімізді турап,
палаудың үстінен әдемілеп орналастырып шығамыз. Сіздермен болған Жансая ендігі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.